Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге қызанақты қатырудың ең оңай екі жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен барлық көкөністерімізді жуып тазалап аламыз және ұсақтап турайтын боламыз. Бұл жерде менде қызанақтан басқа болгар бұрыш, сарымсақ және укроп. Осылардың барлығын ұсақтап турау қажет. Және ескеретін жайт, болгар бұрышы міндетті түрде қызыл түрі болу керек. Барлығын ұсақтап турап болғаннан кейін блендерімізге саламыз және езілгенше блендерлейміз. Блендерлеп болғаннан кейін арнайы кекс пісіретін силикон формаларымызға құйып шығамыз. Құйып болғаннан кейін морозильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Кейіннен бұлар формасына оңай алынады. Алынғаннан кейін пакеттерімізге салып жинап қоямыз. Өте керемет әдіс. Сіздер де жасап көріңіздер. Мына менде алдыңғы қатырып қойғандарым дәл осындай болып шықты. Енді екінші әдіске кірісеміз. Салфанымыздың осылай екі жағын кесеміз және осындай ұзын болып шығады. Осыған алдын ала тұрған домалақ қызанақтарымызды қойып шығамыз біртіндеп. Міне осылай қатарынан қойып шығамыз. Екі жағын қайтарамыз ауа өткізбес үшін. Және міне осылай аударып, екінші қатарымызды қойып жинаймыз. Бұл өте тиімді, керемет әдіс. Морозиліңізде аз ғана орын алады. Мен бұларды қысты күні запеканкаларға және пиццаларға қолданамын. Сіздер жасап көріңіздер. Сіздерге осы видеом ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.